Сәлем достар, сіздерге superlative adjectives тақырыбын түсіндіретін болам. Бұл қазақ тіліндегі асырмалы шырай достар. Ең әдемі, ең сұлу, ең күшті, ең ақылды деген сөздерде қолданылатын ең сөзі ағылшын тілінде қалай айтылады, соларды үйренетін боламыз. Кеттік. Superlative adjectives, асырмалы шырайлардың қолданыс формуласы мынандай достар. Noun, subject. Бұл ағылшын тіліндегі сөйлемдердің барлығының басталу формасы бастауыштан басталу керек. Ол бастауыш кейде зат есім болады, кейде басқа да есімдер болуы мүмкін. Бұл жағдайда зат есім деп қабылдай берейік. Subject plus verb бастауышқа етістік жалғанады. Одан кейін барып the деген сөз қолданылады, артикль. Одан кейін барып superlative adjective қолданылады, яғни асырмалы шырай. Одан кейін барып object, яғни толықтауыш қолданылады екен. Осы формулаға сәйкес жасалынған сөйлем дұрыс сөйлем болып саналады. Мысал келтірейік. It is the largest city. Бұл ең үлкен қала деген сөз. It деген бастауыш, is деген етістік, the деген мынау артикліміз, largest superlative келді. Одан кейін барып city деген толықтауыш келді. She is the smallest in class. Ол сыныптағы ең кішісі деген сөз. Яғни, she is the smallest. The smallest бізде superlative adjective болып тұр. Енді, superlative adjectives-тің comparative adjectives-ке өте көп ұқсастықтары бар. Тек қана соңғы қосымшалар жалғанатын уақытта ғана айырмашылықтар болады. Superlatives-та сын есімдердің бір буынды, екі буынды, үш буынды болуларына, немесе үштен көп буындардың санының болуына байланысты әртүрлі формаларда құрастырылады екен. Соларды сізге түсіндіріп берейін. Кеттік. Мысалы, tall, the tallest. Ұзын, ең ұзын. Big, the biggest. Үлкен, ең үлкен. Rich, the richest. Бай, ең бай. Sad, the saddest. Көңіл күйі жоқ, ең көңіл күйі жоқ деген сөз. It is the tallest building of Almaty. Бұл Алматының ең ұзын ғимараты деген сөз. Яғни the tallest. Түсіндіңіз ғой? Осындай бір буынды сын есімдердің жасалу жолы the және сын есімнің соңына est жалғанады екен. Кейбір сын есімдер достар, дауыссыздан басталып, ортасында дауысты, одан кейін қайттан дауыссыз жазылатын болса, түрленген уақытта superlative халіне келген кезде соңғы дауыссыз дыбысы екі еселенеді. Big, the biggest. Sad, the saddest. Көрдіңіз бе? Үш әріптен тұрады. Дауыссыз, дауысты, дауыссыз болған уақытта, соңғы дауыссыз дыбыс екі рет қайталанады екен. Бұл осындай бір ерекшеліктер, біліп жүргеніңіз абзал. Екінші түрлі сын есімдер бар, екі буыннан тұратын сын есімдер. Бұлардың жағдайы қалай болады екен? Екі буыннан тұратын сын есімдер де бір буыннан тұратын сын есім секілді the және est деген қосымша алады. Тура солай, екі буыннан тұратын сын есімдер соңғы дыбысы y әрпімен бітетін болса, тек қана est емес, y әрпі i әрпіне ауысады да iest болып өзгереді екен. Және тағы бір жағдай бар, екі буынды сын есімдердің кейбір түрлеріне келген кезде біз est немесе iest емес, керісінше сын есімнің алдына the most деген тіркесті жалғаймыз. Ең деген сөз, ең. The most деген тіркес, одан кейін бар сын есім жалғанады екен. Қалай жасаймыз? Мысалы, happy деген сөз бар. Happy деген сөз мұна ережеге сәйкес y әрпімен бітіп тұрған сын есім. Демек, бұл the happiest болып өзгереді. Simple, the simplest болып өзгереді. Tilted, the most tilted. Famous, the most famous болып өзгереді. Байқадыңыз ба? Кейбір сын есімдер екі буыннан тұрса, демек оларға the most жалғанады, кейбіреулеріне est әріптері жалғанады екен. Бұл superlativестің екі буыннан тұратын сын есімдермен байланысқа түскен кездегі жасалынатын жолдары. Үшінші бөлім бар, бізде сын есімдер егерде үш буыннан артық болатын болса, үш плюс буындар болатын болса. Ондай жағдайда біздің сын есімдердің барлығының алдына the most деген тіркес жалғанады. Ең деген сөзді мағынаны білдіреді. The most бүкіл сөздерге жалғана береді, егерде сын есім үш буыннан артық болса. The most important, the most expensive. Expensive деген қымбат деген сөз. The most important деген кезде ең маңызды деген мағынаны білдіреді. Мысал келтірсек, she wears the most expensive jewelry.
Ол ең қымбат әшекейді тағып жүр деген сөз. Төртінші түрлі жолы бар. Бұл жағдайда заңға бағынбайтын бұрыс сын есімдер болған кезде оларды жатқа біліп алуымыз керек. Олардың өзгеріс формалары белгілі бір түрде болады екен. Мысалы, good болған кезде сөзіміз the best деген сөзге ауысады. Bad болған кезде the worst болып ауысады. Little болса the least, much болса the most, far болса the farthest, the furthest болып осылай өзгереді екен. Мысалы, the farthest distance from here is to San Francisco, for example. Ең ұзақ қашықтық осы жерден бұл Сан-Францискоға деген сөз. Or the furthest destination to us is Hawaii Islands. Бізге ең ұзақ баратын жер бұл Гавайи аралдары деген сөз. Яғни the furthest, the furthest, the farthest деп қолдансақ, біз осылай айта алады екенбіз. Осымен достар, сіздерменен асырмалы шырай тақырыбын үйренген болдық. Furthest, farthest, the best, the worst, the least деген сөздерді қолдануды үйренетін болдық. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, тілектеріңіз болса, комментарийға жазып отырыңыздар. Назарларыңызға тағы да алғыс айтып, сау, сәлематты болыңыздар деймін. Көріскенше.